Мен өзіме құрғыр Майк, сен не істеп жатсың деген болатын. Менің отбасым бар нәрсем. Менің балдарым болмаса мен ешкім емеспін. Және де мен, Джейк Джозеф Пол, 15 қарашада Майк Тайсонды жұма күні нокаутқа жіберемін деп сөз беремін. Иә, достар, бүгін біз Майк Тайсон мен Джейк Полдың жекпе-жекке дейінгі соңғы сөздерін тыңдайтын боламыз. Сонымен қоса Шафқат Рахмонов жайлы бір жаңалық бар. Сол үшін бейнені соңына дейін қарауды ұсынамын. Сіздермен сол ID арнасы, біз бастаймыз. Көпшілдің қателігі ғой енді. Мені допингке қарсы күрес агенттігі Бірақ та тексерді. мен бұл жайлы UFC-ге ештеңе білмеймін. Шафқаттың ағылшынша Сұрамадым. тілі де келмейді. Трэш-ток жасайтындай. Әрине, маған да титуліне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. Майк Тайсон мырза, сізді өмірде көрген бір бөлек. Телефонмен сөйлесіп, немесе онлайн сөйлескенде және де сізді бұлай көру ерекше бір құрмет деп есептеймін. Сіздің айтқан сөзіңіз бар. Барлығы бір Құдайдың қалауымен болады. Болатын нәрсен барлығы бізді үйретеді дедіңіз. Осы жекпе-жекті қабылдап, жаттығу лагерінде өзіңіз жайлы не біліп, не үйрендіңіз? Не деймін? Мен өзім ойлағаннан мықты болып шықтым. Себебі, шынымды айтсам, жекпе-жекті қабылдап, жаттығуға кіріскенде мен өзіме құрғыр Майк, сен не істеп жатсың деген болатын. Енді қиын жұмыс бітті. Енді жекпе-жек болады, ал жекпе-жек деген той мен үшін. Ал бүгінгі бейнеміз Саматтың арқасында және де Елебайдың арқасында шыққан болатын. Көп алғыс айтамын, барлық арнамыздың дамуына кетеді. Ал егер де сіз келесі бейненің шығуына септік тигізгіңіз келсе, осы нөмірге кез келген қаражатты жіберсеңіздер болады. Алдын ала алғыс айтамын. Қазіргі сәтте сізді 282 миллион жанкүйерлер қарап жатыр. Бұл сіздің мансабыңыздағы ең көп нәтижелердің бірі деп есептеледі. Сіз осы сәтке дейін Джейк Полмен кездесемін деп ойладыңыз ба? Миллиондаған жылдар өтсе де жоқ, мен онымен шығам деп ойламадым. Бұл сен үшін маңызды сәттердің бірі. Сенің балдарың, сенің әйелің осы жұмада сенімен бірге осы рингта саған қолдау көрсететін болады. Бұл сен үшін қаншалықты маңызды? Қайтадан айтшы, құлағым естімей жатыр. Бұл сен үшін маңызды сәттердің бірі. Сенің балдарың, сенің әйелің осы жұмада сенімен бірге осы рингта саған қолдау көрсететін болады. Бұл сен үшін қаншалықты маңызды? Менің отбасым бар нәрсем. Менің балдарым болмаса мен ешкім емеспін. Бірақ жұма күні олардың әкелері ерекше екенін түсінеді. Сен ойладың ба? Сенің балдарың бар ма? Жоқ. Білесің бе, мен оларға мені бар нәрсемен қабылдасын дегім келеді. Себебі олар маған қарсы көп сөйлейді. Ешкім олай маған сөйлемеген. Келесіде менімен ұрысқылары келсе, осы жекпе-жегімді көрсетем. Камераға балдарына бір нәрсе айтқың келе ме? Мен сендерді қатты жақсы көремін. Сендердің келулеріңді күтемін. Тез ауысып кеттің ғой. Иә. Біз бана ғана Майк Тайсонмен сөйлескен едік. Оның сөзінше, оның әуесқой жекпе-жектері сенің кәсіпқой жекпе-жектерінен де көп. Сондықтан жұма күні сені оңай жеңемін деген болатын. Сен бір нәрсені көп жасаған маңызды емес, қаншалықты дұрыс жасаған маңыздырақ. Және осы жұмада өмір бойы бокспен айналысқан адамды жеңемін. Менің командама, менімен жұмыс жасағандарға алғыс айтамын. Джейсон Бапкер, Ларри Бапкер, біз ең мықты командамыз, және осы жұмада арманым орындалады. Менің мансабым әзір ғана басталды. Түсінесің бе, бұл таңғаларлық жолдың бастауы. Осыған дейін істегенім маңызды емес. Осы жұмада мансабын әйтеуір дегенде басталған кезде, барлық адамның сұрағы тек бір: ақырында біз Канеломен жекпе-жекті көреміз бе? Шығамын, егер ол жезөкше болмаса. Біз кетпес бұрын камераға бір нәрсе айтқың келе ме? Немене? Бір нәрсе айтқың келе ме? Сәлем, мама. Сәлем, мама. Сен мама мына жақта ма? Міне мына жақта. Сәлем, мами. Сіз қуаныштысыз ба?
Иә, ол өте қуанышты екен, және де қобалжып тұр. Ол кішігірім Майк Тайсоннан қорқып тұр, бірақ мама, мен саған сөз беремін. Мен осы үшін жаралдым. Құдайлар мені осы үшін жаратқан. Және де мен, Джейк Джозеф Пол, 15 қарашада Майк Тайсонды жұма күні нокаутқа жіберемін деп сөз беремін. Everyone get on your feet, Jake Paul! Good luck on Friday! Майк Тайсон мен Джек Пол жекпе-жегі бізде сенбі күні сағат таңғы 10-да басталады. Жекпе-жек өткеннен кейін толық жекпе-жекті менің телеграм арнамнан көре аласыздар. Сондықтан әзірден бастап тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сілтемесі осы бейненің астында. Кім жеңеді деп ойлайсыздар, Майк Тайсон ба, Джек Пол ма? Өз ойларыңызды астыға жазуды ұмытпаңыздар. Ал Шавқат болса осымен шығады деген сыбыстар бар, бірақ та бәрі әлі де ресми түрде емес. Сондықтан күтеміз. Ал сіздердің қолдап жатқан комментарийларыңызды оқып риза болып жатырмын. Көп алғыс айтамын. Сіздермен болған сол идея арнасы. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше қош аман. Сау болыңыздар.